үнемі жұрт не айтады деп жүрсең, тыңда. Сырын білмей бой салма, атасы оның текті деп. Тұрлаусыздан сөз ұқпа, аузы оның епті деп. Кедей болып туылсаңыз, сіздің айыбыңыз емес. Кедей болып қайтыс болсаңыз, сіздің айыбыңыз. Сабақ болар сүрініп құлағаның, кімге керек күрсініп жылағаның. Адам емес қолыңды Аллаға соз, ол береді құлына сұрағанын. Жалындаған жастығыңды жоқ ететін, денсаулығыңды қор ететін, арманыңды өлтіретін ауру, әр істі кейінге қалдыру. Өзіңді сыйлайтын жерге қайта-қайта жылтыңдап бара берме, қадірін кетеді. Саған ашулана тұрып, жамандыққа бармаған кісімен дос бол. Себебі кісінің шынайы мінезі ашуланған кезде білінеді. Өкпе реніш ішке жиналған тас секілді. Оны жинай берсең, бір күні ауырлығынан құлайсың. Саған сену менің таңдауым болды. Қарым-қатынасты құрту сенің шешімің болды. Саған бұйырған нәрсе сенің әлсіздігіңе қарамай алдыңа келеді. Ал бұйырмаған нәрсе сенің мықтылығыңа қарамай айналып өтеді. Сен уайымдап жүрген болашақта мүмкін сен жоқ шығарсың. Ақыретіңе азық жина, болашаққа құлшылықпен бар. Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік. Білімге сенер заманда қапы қалып жүрмелік. Кемеңгер кісілер ойлаған бүкіл дүниесін жұртқа айта бермейді. Бірақ айтқан бүкіл дүниесін жан-жақты ойланып айтады. Киімнің жақсысын таңдап киген секілді, сөздің де жақсысын таңдап сөйле. Діндарлардың қателігін көріп, діннен суып жатқандар. Байлардың арсыздығын көріп, ақшадан бас тартпайды. Бұл дүниеде ешқашанда еш нәрсені кемсітпе. Өйткені арзан тұратын қалам да миллиондаған ақшаға қол қояды. Адамға бала жастан ең керегі ұят деген қасиет. Ол туа бітеді. Бірақ кейбіреуі өсе келе, үлкейе келе, ұяттан жұрдай болады. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді, дәуірлер, замандар да. Менің жаным ашиды мына өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға. Ағаштан жеміс күтсең, бұтағын сындырма. Адамнан үміт күтсең, көңілін қалдырма. Бір шам екінші шамды тұтатқанда өзінен ештеңе жоғалтпайды. Сіз де өзгеге көмек қолыңызды беріп жүріңіз. Өмірде жетістікке жеткен адамдар кедергілерді жетістікке жеткізер мүмкіндік деп білгендер. Мені жетістігіме бола құрмет етпеңіздер. Құлаған жерімнен қайта тұра алғанымды бағалаңыздар. Не пайда күш жоқ болса нарлығыңнан, пайда жоқ кең болмасаң тарлығыңнан. Көрінбеген нәрсені аламын деп айырылма қолыңдағы барлығыңнан. Тілден бұрын жүрегіңді таза ұста, өйткені
жүрекке ой келіп, тіл арқылы сөз болып шығады. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты жоғары шүйіреді. Дос табу оңай, сақтауы қиын. Жауласу оңай, тоқтауы қиын. Жолдан қосылған дос жолда қалады. Бала кездегі дос мәңгілік қалады. Жұрттың бәрі өмір сүріп жүрсе де, бірде-бірі сол өмірдің өзі не екенін толық білмейді. Үнемі жұрт не айтады деп ойлайтындар біраз уақыттан соң олардың құлына айналады. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінде қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Ханнан тақыт таярда, қараша жұртпен хас болар. Байдан бақыт таярда, дәулетіне мас болар. Кәріден абырой таярда, аңдығаны ас болар. Жетесіз туған жігіттер 25-те жас болар. Ер жігіт ел жұртының панасындай, жақсы әйел әмма жұрттың анасындай. Жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрінде өз баласындай. Көшіп қонып көрмеген жер қадірін не білсін, көшсе қона білмеген, қонса көше білмеген, ақылына көнбеген жұрт қадірін не білсін. Арнаға тіркеліп қолдай кетіңіздер. Келесі видеоларда жолыққанша.